Сәлем достар, эфирде қайтадан оңай English бағдарламасы, сендермен мен Данияр. Бүгінгі санымызда біз осы формаларының бірі, оның төртінші түрі Present Perfect Continuous туралы әңгімелейтін боламыз. Present Perfect Continuous атайтып тұрғандай, өткен шақта басталып, қазіргі таңға дейін үздіксіз жалғасып келе жатқан іс-әрекеттерді сипаттау үшін қолданылатын етістік шағы. Present Perfect Continuous келесі шақта да өз жалғасын табуы мүмкін. Оның жасалу жолы төмендегідей: have көмекші етістігі, have көмекші етістігінің қасына been көмекші етістігі жазылады, және ing қосылған кез келген етістік жазылады. Мысалға, we have been teaching English for 2 minutes. Біз ағылшын тілін үйретіп жатқанымызға 2 минут болды. Яғни сіздерге Present Perfect Continuous шағы сөйлемнің түрлеріне қарай қандай өзгерістерге ұшырайды. Бірінші жағдай хабарлы сөйлем немесе болым сөйлем. Мысалға алатын болсақ, Әсел has been playing outside. Әсел далада ойнап жүр. Іс-әрекет өткен шақта басталған, бірақ қазірге дейін жалғасын табуда. Екінші жағдай сөйлемнің екінші түрі болымсыз сөйлем. Болымсыз сөйлем жасау үшін have көмекші етістігінен кейін not көмекші сөзі қойылады. Сонда мысалға алатын болсақ, they have not been sitting here for long. Олар бұл жерде ұзақ отырған жоқ деген сөйлем жасалынады. Сөйлемнің сұраулы формасын жасау үшін have көмекші етістігі present perfect'тегідей сөйлемнің басына шығады да, сонда have you been listening to me since I started my presentation деген сияқты сөйлемдерді жасауға болады. Көріп тұрғандарыңыздай have көмекші етістігі есім мағынасын беретін сөздің алдында тұр, сөйлемнің басында, және есім сөзінен кейін been көмекші етістігі, been көмекші етістігінің жанында ing жалғауы бар кез келген етістік қойылады. Present Perfect Continuous шағы сөйлемде қандай кездерде қолданылады? Оның екі түрлі жағдайы бар. Бірінші жағдай unfinished action in the present. Осы шақта аяқталмаған іс-әрекет. Мысалға, she has been cooking in the kitchen. Ол асханада тамақ дайындап жүр. Іс-әрекет өткен шақта басталған, қазірге дейін жалғасын табуда. Екінші жағдай an explanation of the state of the person. Адамның көңіл күйін, оның физикалық жағдайының себептерін түсіндіру үшін қолданылады. Мысалға, why are you so tired? Неге сен сонша шаршап тұрсың? Немесе сендер we've been running outside. Біз далада жүгірген едік. Көпшілікті толғандыратын сұрақ present perfect пен present perfect continuous'тың айырмашылығы. Present perfect өткен шақта басталып осы шаққа дейін жалғасын тауып келе жатқан іс-әрекетті сипаттайды, бірақ оның continuous'тан айырмашылығы ол жерде үзілістер болуы мүмкін, ал continuous үздіксіз үнемі жалғасып жатқан оқиғаларды сипаттайды. Мысалға, I have drunk Coca-Cola this week. Мен осы апта басталғалы бері Coca-Cola'ны ішіп жүрмін. Іс-әрекет өткен шақта басталған, арасында үзілістер болуы мүмкін. Мысалға, аптаның басында Coca-Cola ішкен болса, аптаның аяғына қарай ішуі мүмкін. Ал екінші жағдайда she has been drinking Coca-Cola for the past 5 minutes. Ол соңғы 5 минутта Coca-Cola ішіп отыр. Іс-әрекет өткен шақта басталған, бірақ қазіргі таңға дейін үздіксіз жалғасып келеді. Достар, біз бүгінгі санымызды аяқтаймыз. Келесі сабағымызда біз өткен шақ формаларының бірінші түрі past simple туралы сөйлесетін боламыз. Ендеше